Зайсан қаласының тұрғыны Ердана Зия кәсіптің көзін тауып 3 жыл бұрын кір сабын шығаруды қолға алған болатын. Қазіргі таңда күніне 2000-ға жуық сабын және ыдыс жуатын су сабын шығарып, өнім жергілікті тұрғындар арасында ғана емес, Семей, Өскемен шаһарларында да сұранысқа ие. Кір сабын өндірілетін цехта 4 адам жұмыс істейді. Ең алғаш кезінде үйде домашний жасайтынбыз. Үйде қолда қайнатып, солай қара сабын сияқты қазақы ері. Содан идея келді де, осы кір сабынды өндірісін бастап көрейікші деген. Содан станоктарына келіп, осы станоктарында отандық станоктар Шымкенттен алдырғанбыз, сол жақтан үйрендік. Осыны орыстардан үйрендік деген. Содан бастағанбыз. Әр жұмыстың өзінің ауырлығы болды, басында қиналдық. Қазір құдайға шүкір, енді ақырында келіп. Сабынға сұраныс артып жатса, күніне 3000 данаға дейін шығаруға мүмкіндігі бар. Берекені көктен емес, еткен еңбектен тілейтін кәсіпкердің алға қойған жоспарлары да ауқымды. Иіс сабын, сұйық сабын, кір жуатын ұнтақ шығарсам деп отыр. Бізде қазір сұйық сабын қосқанбыз. Олар былтыр қостық. 1 жыл болды. Енді болашақта иіс сабын, қарышақ қосамыз ба деген ойдамыз енді. Алда уақыт көрсетеді. Ердананың ендігі жоспары өндіріс көлемін ұлғайтып, жұмыс күшін көбейту.